Қаладан ауылға, аты айтып тұрғандай, қала тұрғындарын ауылға көшіріп, ондағы халық санын көбейтіп, еңбек етуге үндейтін жоба. Биылдан басталатын бағдарламаға қатысушыларға көп мүмкіндіктер бар. Жеңілдетілген қомақты несиелер, үй-жай, тұрақты жұмыс. Жоба аясында ауыл тұрғындарын тұрақтандыру және қаладан ауылға қоныс аударушыларды тарту арқылы демографиялық тепе-теңдікті сақтау, ауылдық елді мекендердегі кадр тапшылығын азайту, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, сондай-ақ дипломмен ауылға бағдарламасын жаңа мазмұнда тиімді іске асыру көзделіп отыр. Форумға келген ауыл әкімдері қаладан ауылға жобасын қос қолдап отыр. Өйткені халық саны азайып, әупірімдеп әрең тұрған елді мекен көп. Қазір халықтың саны өте аз кейбір ауылдарда, сондықтан жер бар, жұмыс істейін деген адамға біз әр жағынан көмектесуге дайынбыз. Үйлер салып жатыр қазір мемлекеттік бағдарламалармен. Ал Абай ауданы Медеу ауылының халқы көшіп келгендерді үлде мен бүлдеге бөлейміз деп дайын отырған көрінеді. Өйткені 200 балаға лайықталған ауыл мектебінде 30 оқушы ғана қалған. Сондықтан ауылы жабылмас үшін медеуліктер көшіп жүрген отбасыларға мемлекеттік бағдарламаға қосымша қолдау бермекке бекінген. Ауылдық округке көшіп келген оқушысы бар әрбір отбасына 10 бас қой, 2 бас мүйіздері қара, 1 бас жылқы малын беру. Қосымша жаңағы ауылдық округке көшіп келгеннен кейін дүниеге келген сәбиіне ат мінгізу жоспарланып отыр. Қаладан ауылға пилоттық жобасы арқылы қоныс аударғандарға сатып алынатын үйдің бастапқы жарнасының 90%-ын облыс әкімдігі өтейді. Ауылға көшкендер кәсіп ашу үшін ауыл аманаты іскер аймақ бағдарламаларына қатыса алады. Бизнес идеялар үшін қомақты гранттар бар. 6%-мен 7-10 жылға дейін жеңілдетілген несие алып, мал өсіруге болады. Ең бастысы пилоттық жоба екі қолға бір күрек таппай қалада пәтер жалдап, айлығы шайлығына жетпей қиналып жүрген талайлардың тұрмысын тіктеуге берілетін үлкен мүмкіндік болып тұр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.